Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай бар жоғы 3 мандариннен 2 литр таза, табиғи, қою шырынның рецебімен бөлісетін боламын. Дүкеннің консервантты 2 литр согын 800-900 теңгеге алғанша, бар жоғы осындай 3 мандаринді 60 теңгеге ғана алып, осындай 2 литр сок дайындадым. Ең алдымен 2 мандаринді толықтай қабығымен блендерде үгітіп алдым. Енді соның үстіне 2 литр таза салқын су құйдым. Осы қоспаны сүзіп, таза банкаға құйып шықтым. Қалған бір мандариннің сыртқы қабығын аршып, ішіндегі қоюын бір банкаға салып, үстіне 250 грамм қант қосып, барлығын біркелкі араластырдым. Дайын болған шырынға жарты шай қасық лимонная кислота қосып, барлығын араластырамыз. Өте дәмді табиғи шырынымыз дайын. Балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Достар, менің каналымда осындай көптеген пайдалы тегін кеңестер бар. Каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қой.